емеспін, сенеме маған сенбеймін, ана жерде не айтады деген сияқты. Келдім, өзім қадамым жасадым. Жігіттер жақсы. Сен еще уверен айттың ғой, мен жігіттердің барлығын білемін, көзі түспей жүр. Сенің ғана көзің болмаса білмеймін. Айтсашы енді кім? Бекеш. Қалыңыз қалай? Бүгін бірнеше тақырыптар қозғалып жатыр енді. Өзіңіз бастыкенсіз, не айтқыңыз келіп тұр? Жаңағы соңғы Абылай мен үміткері Ямур. Бұл жерде енді барлығынан жылы жауап қойғысы келіп жатыр да, әзіл ретінде айтылған, жай айтылған деп Абылай. Абылай болсын, жаңағы басқа жігіттердің тарапынан болсын. Бірақ енді бұл махаббат алаңы болғандықтан біздің әрбір сөзіміз, ондай әрбір бір жігіт қыздың атын атап қалды ма, басқаша, значит, оны бір андай әзіл болған, былай болған деп айта салып керек емес. Өйткені бұл жерде барлығы үйленуге келгендіктен уже барлығы серьезно болу керек деп ойлаймыз. Жауапкершілікті сезіне білу керек жалпы. Және де үміткерді айтып жатыр ғой, сіз бар жоғы бір 3-4 күн ғана таныс шығарсыз деген секілді. Просто бұл жақта енді үміткер де Абылайды жақсы көріп сүйіп келмеген болса да, әрбір қыздың ішінде андай бір самоуважение деген сияқты болады да. Неужели мен танысуға келген жігіт менімен таныстықты бастай тұра, неге басқа қыздарға олар? Всем привет, қыздар. Қалайсыздар? Үйдемін. Свет өшіп қалды. Телефоным 3%. Турецкий сериалға кіріп кеткен бой вообще до того зарядкеге қоймай бір болғанша жүрмін ғой мен еще кәдімгідей. Сол кезде соны пайдаланып алып енді шай ішейін деп жатырмыз. Қашан жайнатынын білмейміз. Сол күйеуім бұйырса демалысқа шығайын деп жатыр. Осы апта соңғы күн жасайды. Потом бір-екі пландарымыз бар, өзіміздің пландап жүрген. А то прям уақыт болмай кетті, енді таңнан кешке жұмыста деген сияқты. Сол чайға күтіп заказ бердім. Мен де өзім необычный шай ішкенді жақсы көремін. Вот, келесі стористе көрсетемін. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн болсын, достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Баршаңыздың күндеріңізде сәттілік болсын. Мына мен балам, мына мен қызым, ойнап жүрміз, е. 2 аптадай бұларды көрмей сағынып қалдым, кәдімгідей. Жұмыстар тез бітсе екен деген оймен болдық. Осылай, ауылда погода күшті болып тұр. Қарсаңыздаршы, асфальт түсіп, в общем, кәдімгідей дамып жатыр ғой. Есік алға дейін кәдімгі керемет болып тұр. Осылай. Доброе утро. Мое утро начинается с вальсов, с постановок. Вот я иду на репетицию, жердің түбінен бесағашқа келдім. Жынам стачы негізінде. Өздеріңіз көріп тұрғандай, енді мен ата-анам мәкеде өте жақсы көретін болғаннан кейін. Суши, пицца, нехта чикен, суши, бургер, неше түрлісін заказ берген болатын. Ыстық өте тез жеткізіп берді. Так что сіздер де үйлеріңізге қонақ келіп жатса да, немесе кешкі асқа дайындауға ерініп жатсаңыздар, осы мәкеден заказ берсеңіздер болады. Ыстық әдемі жеткізеді, бағасы да қолжетімді, доставкасы да тез. Так что заказ береміз деңіздер, біз аккаунттың қалап кететін боламын. Ал бізге ас болса, осы жақтың маған чекені прям